Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгін міне арзан жолмен үй салу жобамыз жалғасады. Өткендегі алдыңғы видеодағы сыбайларды фундаментке осылай қойып шықтық. Енді осының сыртына қалып құрастырамыз, алла қаласа. Мынау опалубка дейді ғой, мынау ағаштардан, ТСП-лардан. Содан кейін бетонды құямыз. Мынау сыбайды 50 мың алғамыз. 20 мың теңгеге жаңағы трактор әкеп сомен қойдық. Адамдар, жұмысшылар жалдаған жоқпын, өйткені ақша жоқ. Туысқандарды шақырдым, солар келіп көмектесіп осылай қойып шықтық. Екі қатар арасына мынандай брусчаткалар төседік. Міне қараңыздар. Брусчатка төсеген себебіміз бетон құйған кезде арасына кірсін деп. Енді осының сыртына мынау ДСП-ларды енді құрастырып шығу керек. Келесі кезең сол. Видео ұнаса лайк басып, коммент жаза кетіңіздер. Келесі видеолар күтіңіздер. Бұл әр қазаққа арзан бағамен қалай үй салуды көрсететін жоба. Бұл Қоянды ауылы. Алдыңғы видеода бұл ауыл туралы толығырақ айтып кеткенмін. Астананың іргесіндегі ауыл. Міне қарасаңыздар, жан жақта қарқынды құрылыс жүріп жатыр. Адамдардың бәрі үй салып жатыр. Кейбіреулер тіпті сатамыз деп қойғанына. Қайық өмір лағын дейді. Ағысқа қарсы жүземін, жаңылар сонда. Ойбай, не болып кетті? Айтқандай, Америкада 2 жыл бірге тұрған бауырымыз Ағниет үйленген болатын. 30 жастағы сүрбойдақ үйленіп, соның тойына барған болатынбыз. Естеріңізге сала кетсек, менде үй бастауға 100 мың теңге болған. 50 мың теңгесін сыбай алдым, 20 мың теңгеге трактор жалдадым. Қалған ақшасы осы тойға кетті. Енді соңғы 30 мыңды осы тойға жұмсадық та мұрынға істікті тықтық. Осымен ақша бітті, құрылыс тоқтады. Десең, бұзам. Все. Опалубка материал жоқ. Осындай бичманский анда-мына құрап жасап отырмыз. Улыбаемся и машем. Кейін осы үй салумен өмір өтті ғой шіркін. Фундамент құймас бұрын сырттан келетін судың құбырының орнын осылай қалдырып қазып кетесіздер. Және осылай міне жаңағы ас үйдің және дәретхананың трубаларын осылай міне қазып орнатып кетесіздер. Жаңағы көл бөлігін қоясыздар, уклон су құйып тексересіздер. Біз міне тексердік, су ағызып көрдік. Міне су дұрыс ағып келіп тұр. Міне енді фундамент құйғаннан кейін осыны жайлап көмтайсыздар. Басынандай тығындар болады, соны жауып уақытша жауып қоясыздар. Max, say hi. Сенсей покупает себе технику. Можно перевернуть? Ты счастливый? Да, конечно. Америка құрама штаттарынан алып келген ноутбугымды сатуыма тура келді. Себебі фундамент құюға ешқандай ақша жоқ болатын. Және жұмыс істеуге де мүмкіндік жоқ болды. Себебі белгілі бір отбасылық жағдайлар болды. Сонымен қатар мен ол кезде 4 айлық оқу оқыған болатынмын. Яғни мамандығымды жоғарылату мақсатында 4 айлық
кәдімгі офлайн сабақ оққандықтан жұмыс істей алмадым. Менде ақша болмады, сондықтан амал жоқ. MacBook'ымды саттым 500 сомға және соған фундаментті құйдым. Фундамент құйған кезде мен бір қателік жібердім. Опалубканы мен әртүрлі құралған материалдардан жасадым. Егер сіз үй салатын болсаңыз, фундаменттің опалубкасына ешқандай материал аямаңыз, яғни жақсы материалдан жасағаныңыз дұрыс. Мына жерде қарасаңыздар, бізде фундамент құйып жатқан видео жоқ. Себебі біз қаладан бетонды тапсырыспен алдырған болатынбыз. Бұл фундаментке небәрі 7 куб бетон кетті. Себебі біз свайлардан жинап, соның сыртына ғана құя салған болатынбыз. Осылай мен ноутбугымды сатып, фундамент қойдым. Жалпы фундаментке 189 мың теңгенің бетоны кетті. Фундаментті құйғаннан кейін біз бірден 8 гамаз топырақты ортасына төгіп, жаңа машинамен трамвайт еттік. Содан кейін бірден стяжка құйып тастадық. Себебі қабырғасын жинап жатқан кезде аяқтың астı шаң быт-шыт болатындықтан тағы да бір 100 мың теңге жұмсап, осы фундаменттің үстіне черновой стяжка құйып тастадық. Аяқта бетон құйған тәпшік. Кеше бетон кешкен жалаң аяқ. Ал мынау макинканың сонымен фундамент құюға қанша нерв және қанша ақша кетті. Жарайды, нерв кете берсін. Фундамент құюға біз 7 куб бетон алдық. Маркасы 350 марка болды. Бағасы 27 мың теңгеден болды. Шамамен 189 мың теңге болды. Одан кейін ішіне 6 камаз топырақ төктік. Оны туысқандарға төктірдік, жартысын тегін болды. Одан кейін 100 мың теңгеге черновая стяжка қойдық. Сонда шамамен фундаментке 400 мыңдай теңге кетті. Мен MacBook'ымды 500 мың теңге сатқан болатынмын. Сонымен 400 мың теңгесі кетті, аржанда 100 мың теңге қалды. Сонымен фундаментті құйғанымыз үлкен жұмыс бітті деп өзіміз есептедік та, Ресей Федерациясына, яғни омбыдағы туысқандарға қыдыруға теуіп кеттік. Енді видеоның жалғасы сол Ресейдегі саяхатымыздан қысқаша видео болады. Жалпы арнамызға жазылып, коммент жазып, қысқаша тілектеріңізді айта кетіңіздер. Алла қаласа келесі видеода біз үйдің қабырғасын қалай көтергеніміз туралы видео шығаратын боламыз. Каналға жазылып, лайк баса кетіңіздер. Алда әлі 300 километр бар. 300 километрден кейін бұйыртса жетеріміз Алла қаласа. Шекараға кеп қалдық. Бұл енді Омбыға қарасты ауыл. Бұның қазақтың жері. Қазір орыстың жері көрші көрей. Қараңыз. Бүкіл әдемі жерді ауыл болған. Бірақ орман қайың. Өрі ақтар. Су тиіп қорып қалған қайындар екен. Енді ауасы бір керемет. Бұларда да біз сияқты ауылдар тоқырап тұр екен, бірақ кейбір ауылдар. Оны түзіңіз бе? Жәмен түсіріп алдым, үйі ашқын свет. Жанар, неге сводка? Ештен болмайды ата. Қати өсіріп алайын демен мүмкеттім де. Қойдың бас, тойдың бас. Бесінші. Жанар! Ой, без газа яну, без газа. Не біреу без газы бол көреді. Аппаратым Мынау без газы ма? телефон неге тұстап кеттің? Другой должен быть. Түсіріп алам. Понятно, сотка. Түсіріп алдық. Мынандай тағы без газы бол көреді. Мына бала түсіріп жатыр ғой. О, мен видео түсірдім. Видео сверху. Сосын маған бере қойыңыз. Сюда вон я туда сотка, давай. Быстро, быстро. Қалғасын жанардан Ё-май, мынасы салып келгеніңіз. Мына Василия беріп жатқанда, мына тоже май бүйтіп салайын деп. Мен такая, май салма. Май не тастан кеп, май салма деп. Май жоқ деп. Өте шықсаңыз жүреді. Мынаған сабалайды, мына бізге. Это было декабрь месяц. Бір апта жейтін май ғой бізді. Вот енді сен естіп Не, мынаны сал. Шайға май салып тұр бе.
рахмет